Ассалаумалейкум, құрметті көрермендерім. Біздер Алматы қаласындағы Астер автокөлік салонындамыз. Бағаларды көруді жалғастырамыз. Әдеттегідей қасында Гүлекең бар. Күндегіше ғой енді. Бұл жерде автокөлік салонында көліктерді рассрочкада, отсрочкада алуға болады екен. Ол бірақ барлық көліктерге емес, өздерінің көліктердің сыртында жазылып тұрады екен. Қазір егерде сондай көліктер кездесіп жатса, қалай алуға болатынын таныстырып өтемін. Бізбен бірге болыңыздар. Осы Toyotадан бастайық сол. Не деп тұр? Toyota Corolla 2022 жылғы бензинмен жүреді, объемы 1.6, тек қана 120 километр жүрген. Алдыңғы жетек, бағасы 13 миллион 500 мың теңге. Так, ана қасында тұрған Corolla. Так, бұл Toyota Corolla тоже 2022 жылғы шыққан. 3 миллион 329 километр жүрген. 10.107 миллион. 10 миллион 107 мың. Audi. Так, Audi 2017 жылғы бензин, объемы 2, 101.096 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 15 миллион 790 мың теңге. Так, мына жердегі Audi A4 дейді. A4. Так, 2020 жылғы бензинмен жүреді, объемы 2, 31.365 километр жүрген, алдыңғы жетек, 16 миллион 495 мың теңге. Что Audi-лар әдемі де? Так, бұл жердегі Audi Hyundai бұл екен, жаңа екен. Ішінде целлофанмен тұр. 2023 дейді. Бензин объемы 1.6, тек қана 227 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 14 миллион 43 мың. Яғни жүрген болып саналады ғой бұл көліктер. Бұл жердегі Hyundai Elantra 21 жылғы бензин, объемы 2, 32.490 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 11 миллион 383 мың. Hyundai. Бұл Hyundai 2021 Sonata. Sonata ма? Бензин, объемы 2, 9185 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 15 миллион 620 мың теңге. Так, жердегі Kia K5. K5 2021 жылғы бензин, объемы 2, 45.223 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 16 миллион 105 мың теңге. 16 миллион 5 мың? 5 мың өрміз? 16 миллион 105. 105. 5 бар екен үстінде. Шкода Супер деймі? 2019 жылғы Шкода Супер. Бензин, объемы 2, 61.330 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 16 миллион 500 мың теңге. Коробкасы автомат, да? Коробкасы автомат. О, Toyotалар. Жақсы көресің бе? Toyota да жақсы ғой. Көрсет. Toyota. Таныстыру сенен көрсету менен ғой. Toyota 2023 Camry дейді. Автомат, бензин, объемы 2.5, 191 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 19 миллион 474 мың теңге. Келесі Toyota. Келесі Toyotамыз 2021 жылғы автомат. Camry. Toyota Camry 2021 автомат, бензин, объемы 2.5, 41.948 километр жүрген, алдыңғы жетек, 14 миллион 788 мың теңге. Келесі 22 жылғы Toyota Camry. Бұл да автомат, бензин, 2.5 объемы, 123 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 17 миллион 369 мың теңге. Кілең Toyota көріп бересің бе? Бұл да Camry ма? О, жақсы ғой. Бұл да Toyota Camry 21 жылғы. Көбіне сұрайтын сол Camry-лар ғой. Не дейтін аны? 21 жылғы Camry. Автомат, бензин, объемы 2.5, 16 миллион 295 километр жүрген, алдыңғы жетек, 17 миллион 579 мың теңге. Бағасы, Бұл да Toyota ма? Бұл да Toyota Camry. Camry көп екен. 2022 жылғы автомат, бензин, объемы 2.5, 4436 километр жүрген, алдыңғы жетек, 17 миллион 895 мың теңге. Анже рассрочка берілетін көліктер тұр екен, соны көрсетіп кетейікші. Қайда? Қазір көрермендерім айтып едім, рассрочкамен тұрған көліктер болса айтамын деп. Бұл рассрочка беретін Шкода Octavia екен. Айттым, барлық көліктерге берілмейді, өзі осылай жазылып тұрады. Яғни рассрочка деген пайызсыз 0%-бенен
Бұл бағаның, көрсетілген бағаның 20%-ын төлеп, қалғанын 1 жылда төлеуге болады, 1 жыл бойы. Егер де 1 жылда төлеп үлгерілмей жатсаңыз, жағдай болмай қалып жатса, енді Құдай сақтасын, ондай жағдайда қалған сумманы жылдарға бөліп тастауға болады. 2 жыл, 3 жыл, 5 жылға дейін. Бірақ ол кезде банкінің пайызы қосылатын болады. Оған жеткізбей төлеп тастауға керек қой, негізінде пайыз деген сөзді қолданбаған дұрыс, пайызды. Ал отсрочка деген бар да, отсрочка 30%-ын төлеп, 1 жыл қалған 70%-ын төлеуге болады 1 жылдың ішінде. Оны отсрочка береді екен. Ал Гүлекке таныстырып жібер. Так, бұл Шкода Октавия 2013 жылғы бензин, бұл механика екен. Объемы 1.4, 240.425 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 5 миллион 50 мың. Ана жерде рассрочка деп тұр екен бір. Рең сараң шықты осы жерде. Бұл рассрочка кім екен? Не дейді? Peugeot? 2014 жылғы. Так, автомат, бензин, объемы 1.6, 67.222 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 4 миллион 450 мың теңге. Не, жарықты Гранта тұр ма? Лада Гранта? Бұл, қолжетімді бағалардың бірі бұл да. Бұл 2019 жылғы Гранта, автомат, бензин, объемы 1.6, 164.849 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 4 миллион 390 мың теңге. 4 миллион 390 мың дейді. Ғана ішінде бұл салонның жабық несі бар, жаңа көліктер сатады. Сол жер жаңа Гранталар тұрды ғой. 5 миллион 320 мыңнан басталады. Ал мынау 4 миллион 390 мың дейді. Негізі сол жаңасын алған пайдалы ғой? Мынадан көріп сөйтіп ойлап тұрмын мен де, сосын таныстырып жатқаным ғой. Гранталар ішкі салонда тұр. 5 миллион 320 мыңнан басталады. Мына не дейді? Chevrolet 2020 жылғы Nexia дейді. Nexia такси болып тастаған екен. Көрініп тұрмын, же жазылып тұр. Бұл Nexia. Nexia іште де бар ма? Nexia көрмедім, іште жоқ. Так, бұл Nexia 2020 жылғы механика екен. Бензин, объемы 1.5, 244.616 километр жүрген, алдыңғы жетек, бағасы 4 миллион 350 мың теңге. Mercedes. Әдемі көліктер. Ал Гүлекке таныстыр. Mercedes 250 дейді. 2021 жылғы бензин, автомат, объемы 34.500 километр жүрген, толық жетек, бағасы 24 миллион 737 мың теңге. Да, қанша? 24 миллион 737. Мәс, жылы қалай сонда едің айтып? 21. 21 жылы. BMW. БХ. Сенің айтатын БХ-ң 2017 бірақ деген. Автомат. БХ-ның 5301 деген жазуы бар екен. Бензин, объемы 54.278 километр жүрген, толық жетек, бағасы 21 миллион 53 мың теңге. Да, болдың ба таныстырып? Молодец Гүлекке. Міне Hyundai ерекше екен, осыған тоқталғым келіп тұр. Айтып жүрші. Бұл Hyundai 22 жылғы. Так, Grandeur деймін, ал дейді? Grandeur. Grandeur дейді. 2022 жылғы екен. Коробкасы автомат. Автомат, бензин, бірақ объемы 3,5. Так, 2589 километр жүрген, толық жетек, бағасы 32 миллион 813 мың теңге. Неге әдейі алыстан көрсетіп жатырмын, ерекшелігін. Мынаны мен бірінші көріп тұрмын. Шынымен де бірінші көріп тұрмын. Арты қызық екен, әдемі екен. Volkswagen дейді, не деген? ID3 дейді, электро дейді. 2022 жылғы екен. 521 километр жүрген, артқы жетек, автомат, бағасы 12 миллион 554 мың теңге. Ал міне Қытайлар тек компетіп қана аттарын басқаша алып тек көшіріп бәйсіп жатыр ғой. Қандай көлік шығарып жатқанын тек қарап үлгермей жатыр, былай айтқанда. Бұған менің бойым жетпейтін сияқты. Демалып жеткізші енді. Infiniti'ді қалай көрсетпей кетеміз? Жеткізіп барайын енді бағымша дейсің. Қайсында қандай болып тұр ма? Айтайын ба? Иә. Infiniti QX80 дейді. Неше? 80. Тоқ емес пе? Тоқ емес пе ол да? Бензин. 2018 жылғы, объемы 6. 31.421 километр жүрген, толық жетек, бағасы 28 миллион 990 мың теңге. Неше жүрген? 31.421 километр жүрген. Ана патролды көрсетіп кетейік. Сен патрол ма бол, дұрыс па? Иә, білеткенсің.
Бұл мешогымен тұр ішінде. Мешогымен? 22 жылғы автомат, бензин, объемы 4, 36 километр жүрген тек қана. Толық жетек, бағасы 36 миллион 900 мың. Жаңа екен. Менің бойымнан да биік. Nissan Patrol. Қырта қандай Nissan көрсетейін сендерге? Қырта қандай? Маған бойым спокойно жетеді ғой. Қырта қандай Nissan? Іші аппақ әп-әдемі болып тұр екен. 2022 жылғы автомат, бензин, объемы 2,5, 161 мың, 161 километр жүрген алдыңғы жетек, бағасы 13 миллион 200 мың теңге. Мына жерге келгенде көзім ашылып кетті, жарқырап, аппақ болып. Неге? Білмеймін, кәдімгідей көзіме ақ болып, андай жарық борап тұр, ақ болып тұрғасын. Так, 2021 жылғы Kia, бұл K5 екен. Бензин, автомат, объемы 2, 34.780 километр жүрген алдыңғы жетек, бағасы 12 миллион 600 мың теңге. K5 сияқты ма ол? K5, бірақ енді K5 әдемі болады ма негізі? мына цвет ақ болғасын ғой. Да, келесіне. Так, Kia мынада Kia 2022, бұл Kia'ның аты Forte деген, Forte. 22 жылғы бензин, объемы 1,6, 466 километр жүрген алдыңғы жетек, бағасы 9 миллион 100. Коробкасы автомат қой да? Автомат. Mazda 21 жылғы не дейді? Бензин, объемы 2, 46.519 километр жүрген алдыңғы жетек, бағасы 13 миллион 990 мың теңге. Mazda 6 дейді. Nissan 2014 Tiana дейді ғой, Nissan Tiana. Tiana ма? 2014 жылғы автомат, бензин, объемы 2,5, 169.988 километр жүрген, бағасы 7 миллион 750 мың теңге. Музыка бақырып жатыр. Так, Mazda 2015 жылғы автомат, бензин, объемы 1,6, 131.432 километр жүрген алдыңғы жетек, бағасы 7 миллион 490 мың теңге. Так, бұл жерде Toyota Corolla 2014 жылғы бензин, автомат, объемы 1,6, 87.558 километр жүрген алдыңғы жетек, бағасы 7 миллион 400. Мына жерде Volkswagen Jetta, Jetta 2018 жылғы бензин, автомат, объемы 1,4, 177.790 километр жүрген алдыңғы жетек, бағасы 7 миллион 250 мың теңге. Мына не деген машина керек пе? Оқып жүрші. Білмеймін, Samsung деймі, А? Samsung. Renault Samsung дейді. Исімен аты па? 2013 жылғы бірақ баяғыда шыққан. Бензинмен жүреді, автомат өзі. 301.097 километр жүрген алдыңғы жетек дейді. Бағасы 3 миллион 500 мың. Соғылған ба бірдеме ғой? Соғылған ба бір нәрсе? Алаға жақ я. Әртүрлі болып кетті. Samsung деп алдында ана салонда көрдік қой, Samsung дейді. Сол ғой. Бір түрлі сияқты. Мына рассрочка тұр екен бұл жерде. Рассрочка дейді. Рассрочканы тағы да айтып өтейін. Бұл Астер автосалоны Алматы қаласында Райымбек 165-те орналасқан Бесағаш деген жерде. Рассрочкаға дегеніміз бұл деген 1 жылға беріледі. 20% қазір төлейсіз, қалған 80% 1 жыл бойы төлеп шығуға болады. Егер де 1 жылдың ішінде төлеп үлгермесеңіз, қалған сумманы бірнеше жылға бөліп тастауға болады. Бірақ ол кезде банкінің пайыздары қосылатын болады. Сондықтан да банкінің пайыздарына жеткізбей 1 жылда төлеп үлгерген жақсы. Ал таныстырып жіберу керек. Бұл Nissan Almera 2014 жылғы бензин, механика, объемы 1,6, 275.841 километр жүрген алдыңғы жетек, бағасы 4 миллион 150 мың теңге. Достар, бізге тіркелмегендеріңіз болса, тіркеліп қойыңыздар. Ал тіркелгендеріңіз болса, тарата отырыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Бізбен бірге болайық, 100-ге бірге жетейік. Аман болыңыздар.